кешенді тәсіл деп айтасыз ғой, сол нақты нені білдіреді, және де кішкентай балаға остеопатияның қауіпсіз екеніне қалай көз жеткіземіз? Кешенді тәсіл дегеніміз ол барлық баланы сөйлетуге, немесе жүргізуге, немесе басқа да ақауларын емдеуге бағытталған барлық эффективті емдердің қосындысын айтамыз біздер. Нақты егер сөйлемеу, жүрмеу және психикалық дамудың кідіруі аясында сөйлейтін болсақ, онда ол көбінесе нутрициология, остеопатия, сосын керек жағдайда медикаментозды терапия, сосын қосымша шығыс медицинаның, мысалы хиджама, геруда терапия сияқты методтарын біз айтамыз. Егер де бұлардың қауіпсіздігін турасында сөйлейтін болсақ, онда ол қауіпсізі жұмсақ техника болғандықтан, остеопатияның өзі балаға ешқандай да ауырсыну сезімі болмағандықтан, ол 100% қауіпсіз және ешқандай да салдары жоқ, жаман салдары жоқ метод болып табылады. Тура сол сияқты нутрициология да солай, барлық қолданылатын емдердің барлығы да қауіпсіз. Өйткені нутрициологияның өзі ол қалай тамақтану керек, қандай нелер қосымша жетіспейтін витаминдер, минералдарды қабылдау керектігі туралы ілім, былайша айтқанда. Сондықтан оның барлығы да 100% қауіпсіз болады.